мағынаны білдіреді. Білесіздер, адам пайғамбар және де Хауа анамыз жер бетіне түсірілген уақытында адам пайғамбар Шри-Ланкаға түсірілген, ал Хауа анамыз Жиддаға түсірілген. Сол үшін Жадда деп араб тілінде әжелерге айтылады. Әжеге Жадда деп айтылады. Енді сол екеуінің бірін іздеп, осы жерде қайтадан жер бетінде танысқан жерін Арафа деп сол үшін атап кеткенде, жер бетіне түскеннен кейін адам пайғамбар мен Хауа анамыз не істеген, бір-бірін осы Арафада тауып, бір-бірін жер бетінде осы жерден танысқан дейді қайтадан. Сол үшін Арафа деп айтылған деп айтылады. Бірінші себебі. Екінші себебі, Ибрахим пайғамбар осы қажылықтың көптеген іс-әрекеттерін Ибрахим пайғамбар істеп кеткен, бекітіп кеткен. Міне Ибрахим пайғамбарға қажылықтың іс-әрекеттерін үйреткен жер, осы білдірген жер, осы Арафа жері. Осы жерде Жабраил алейхиссалам, Жабраил періште Ибрахим пайғамбарға қажылықты үйреткен деген жер. Сол үшін Арафа деп атап кеткен. Білдіргендігі үшін Арафа деп атап кеткен. Енді бұл жерде жалпы сондай себептер өте көп. Бұл жерден бірінші Ибрахим пайғамбардың түсінде көреді ғой, түсінде көріп құрбандыққа шалып алаңды деген уақыттан осы жерден де сол түсінде білдірілген деген мағынаны білдіреді. Түсінде құрбандықты шалуды білдірілді деген осы жерде деп те тағы бір себептердің біреуі осы. Сол үшін Арафа деп аталады. Жалпы Арафада 15 жер бар дедік, дұғаның қабыл болатын жері осы жерде. Мына жазықтың барлығы Арафа. Қажылықтың шарттарынан біреуі осы Арафада тоқтау. Бір сәт болса да, егер қажылыққа тоқтамаса, онда қажылығы жоқ болып есептеледі. Сол үшін осы жерде жасалған дұғаларымыз қабыл болады. Қазір үлкен кісілерден жаңағы бата жасайтын кісі ағамыз бір дұға жасап жіберіңіз аға. Мына жақ қарай. Осы жақ қарап бір жамағатқа дұға етсеңіз, әркім өзіне